Бүгін Павлодар қаласының 288 тұрғыны қоныс тойын тойлап жатыр. Шаһарда аз қамтылған және көп балалы отбасылар мен жетім балаларға баспаналар үлестірілді. Салтанат шараға облыс әкімі Асайын Байханов та қатысты. Тілшіміз айтып берсін. Жаңа баспанаға ие болғандардың бірі Махаббат Жүнісова. Оның пәтер кезегінде тұрғанына бірнеше жыл болған. Я ждала в очереди 9 лет. Пәтер кезегінде тұрғаныма 9 жыл болды. Кезекке 5590 болып тіркелген едім. Мүлдем ойлаған жоқпын. Кемінде 15 жыл күтемін деп ойладым. Бала шағамда өсіп қалды. Маған телефон соғып, ертең пәтер береміз деді. Үлкен рахмет, өте қуаныштымын. Бір күнде бірден 288 павлодарлық баспаналы болды. Шаһарда мұндай ауқымдағы қоныс тойы бұрын соңды болмаған. Пәтер алғандардың арасында 19 жыл кезекте тұрғандары да бар. Осын ескерген аймақ басшысы алдағы жылдары бұл мәселені тез арада шешуге атсалысатынын айтты. Сіздерге алғыс айтқым келеді. Біріншіден, талай жыл күтіп, шыдамдық, сабырлықты білдіргеніңіз үшін алғысымыз шексіз сіздерге. Құрылыс деген оңай болмайды. Әрқашанда бұл құрылыста өзінің бір туындайтын сұрақтар болады. Сондықтан сәл кешіксек, сіздерге осы түсінікпен, сабырлықпен қарағандарыңыз үшін мың алғыс айтамыз. Айта кетейік, жыл соңына дейін Павлодарда тағы 200 пәтер беріледі. Ал келер жылы 500 баспана тапсырылады. Әлеуметтік нысандарда бой көтеріп жатыр. Достық ауданында 1200 орындық жаңа мектеп салынуда. Бүлдіршіндерге арналған шағын орталық ашылады. Сондай-ақ емхана, мұз айдыны, концерт залы мен жаңа мешіттің құрылысы басталады. Аслан Иса, Асқар Қабиденов, Алексей Мельницкий, Жібек жолы, Павлодар.